Таңғы жарық Лондон аспанына баяу жайылып, шаһарда әдеттегі қарбаласқа оятқанда, Ернар үшін бір нәрсе өзгеріп кеткен еді, көзге көрінбейтін. Бәрі бұрынғыдай сияқты. Көше сол, адамдар сол, дыбыстар сол. Бірақ оның орны сол емес. Сәлем, Ернар, деді ол жұмысқа кіргенде. Әдеттегі сөз, әдеттегі дауыс. Бірақ ешкім жауап бермеді. Ол тоқтап қалды. Мені естімеді ме? Қасында өткен әріптесі оған қарамастан өте шықты. Көз қараш жоқ, тану жоқ. Жүрегі бір сәтке босап кеткендей болды. Мүмкін шаршаған шығармын. Ол үстеліне келді. Тоқтап қалды. Бұл оның үстелі емес еді. Оның орнында басқа адам отыр. Бейтаныс. Бірақ тым еркін, тым өз орнында отырғандай. Кешіріңіз, бұл менің орным еді, деді Ернар абайлап. Бейтаныс адам басын көтерді. Жымиып, жоқ, сіз шатасып тұрсыз. Бұл менің орным. Даусы тыныш, сенімді. Ернар айналасына қарады. Жігіттер, бұл менің орным ғой. Үнсіздік. Біреуі ғана иығын қиқаң еткізді. Сіз мұнда жаңа келген сияқтысыз. Бұл сөз ішін қарып өтті. Жаңа, ол күлкіге айналдырмақ болды. Жоқ, мен мұнда 3 жылдан бері істеймін. Бірақ өз даусының өзі әлсіз шықты. Бейтаныс адам орнынан тұрды. Қолын созды. Танысқаныма қуаныштымын. Мен Аслан. Ернардың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Аслан, бұл есім. Бір жерден таныс. Бірақ қайдан? Кенет есіне бір сәт жылт етті. Шымкент, шам басқан кеңсе. Бір дауыс, бір өтініш. Жоқ, мүмкін емес. Ол артқа шегінді. Бұл бір қате. Бәрі түзеледі. Бірақ сол сәтте тағы бір соққы келді. Телефоны дір етті. Экранда. Ана. Ол бірден жауап берді. Анашым. Арғы жақтан бөгде дауыс. Кешіріңіз, сіз қате нөмерге хабарластыңыз. Ернардың қолы дірілдеп кетті. Жоқ, бұл менің анам. Жоқ, сіз шатасып тұрсыз. Байланыс үзілді. Әлем баяу сырғып бара жатты. Ол сыртқа жүгіріп шықты. Ауа жетпеді. Көшелер тірі. Адамдар асығыс. Бірақ ешкім оған қарамайды. Ешкім оны танымайды. Ешкім оны білмейді. Мен қайдамын? Сол сәтте витрина әйнегінен өз бейнесін көрді. Тоқтап қалды. Бұл ол емес еді. Бейне бұлыңғыр. Таныс емес. Ал артында сол адам тұр. Аслан. Жымиып, тыныш. Кешіктің, деді ол жай ғана. Ернардың жүрегі мұздап кетті. Не? Сенің орныңда. Біреу алу үшін. Сен жоғалуың керек еді. Үнсіздік. Ауыр. Ал сен баяу өшіп бара жатырсың. Әлем тағы да шайқалды. Ернар сыбырлады. Неге? Асланның көзі тереңдей түсті. Әлі есіңде жоқ па? Сол сәтте бәрі көмескіленді. Ал ең қорқыныштысы, Ернар енді күмәндана бастады. Ол шынымен болған ба өзі? Таңғы тұман Лондон көшелерін баяу жұтып, қаланың шулы тіршілігін жұмсартып тұрғанда еді. Бірақ Ернар үшін бұл тұман тек сыртта емес, оның ішінде де қоюланып бара жатты. Бүгін ол бәрін тексеруге бел буды. Егер мен бар болсам, онда ізім де бар. Ол бұрынғы сүйікті кафесіне келді. Есікті ашты. Қоңырау сыңғыры. Ішінде жылы жарық. Кофе иісі. Таныс атмосфера. Бірақ бөтен сезім. Бариста оған қарады. Жымиып, қош келдіңіз. Не қалайсыз? Ернар бір сәтке үміттеніп кетті. Әдеттегідей. Латте. Бариста қабағын түйді. Кешіріңіз, бізде сіздің тапсырысыңыз тіркелмеген. Жүрегі сәл шым етті.
Мен мұнда күнде келетімін. Сізді бірінші рет көріп тұрмын. Тағы да. Сол сөз. Ернар үнсіз қалды. Ол бұрыштағы үстелге қарады. Сол жерде біреу отыр. Аслан. Ол жай ғана кофе ішіп отыр. Еркін. Өз орнында. Ал ең қорқыныштысы, бариста оған қарап: сіздің әдеттегі орныңыз дайын деді. Ернардың демі тарылды. Бұл менің орным еді. Аслан оған қарады. Жымиып: жоқ, сен тек уақытша болдың. Үнсіздік. Ернар жақындады. Сен кімсің? Мен бе? Мен сен қалдырған бос орынды толтырған адаммын. Бұл сөз жанын тілгілеп өтті. Мен ештеңе қалдырған жоқпын. Аслан басын сәл қисайтты. Рас па? Сол сәтте Ернардың басында бір көрініс жарқ етті. Астана, кеңсе, жұмысқа қабылдау. Бір үміткер. Кешіріңіз, маған бұл жұмыс өте керек деген дауыс. Асланның дауысы. Біз басқа адамды таңдадық деген өзі. Суық, аяусыз. Көрініс үзілді. Ернар артқа шегінді. Жоқ, бұл жай ғана жұмыс. Жай ғана ма? Аслан орнынан тұрды. Жақындады. Сен менің орнымды алдың. Менің мүмкіндігімді. Менің өмірімді. Даусы тыныш. Бірақ ауыр. Ал енді мен сенікін алып жатырмын. Ернардың даусы дірілдеді. Бұл әділ емес. Аслан сыбырлады. Дәл солай айтқан менде. Кенет айнала өзгере бастады. Адамдар Асланға күлімсірейді. Онымен амандасады. Оны таниды. Ал Ернар ешкімге көрінбейді. Ол айқайлады. Мен осындамын. Бірақ дыбыс жоқ, тек тыныштық. Ол өз қолына қарады. Бұлыңғыр, солғын. Мен өшіп бара жатырмын. Аслан оған соңғы рет қарады. Жоқ, сен өшпейсің. Сен ешқашан болмағандай боласың. Бұл сөз соңғы үкімдей естілді. Әлем тағы да шайқалды. Ернар көзін жұмды. Ал ең қорқыныштысы, ол енді сезді. Оның өткен өмірі біреудің жаңа өміріне айналып кеткен. Таңғы салқын леп Лондон көшелерін тағы да көмкергенде Ернар бұл жолы оянған жоқ. Ол бұрыннан ояу еді. Өйткені ұйқыда. Енді оған тиесілі емес сияқты. Егер мен өшіп бара жатсам, онда менің бір жердегі ізім әлі қалған. Бұл соңғы үміт. Ол қала ішінде ұзақ жүрді. Адамдар арасымен өтті. Бірақ олардың арасынан өзін таба алмады. Сонда ол бір ғана жерді есіне алды. Астана, бәрі басталған жер. Бір шешім, бір жоқ, бір тағдыр. Егер бәрі сол жерден басталса, онда шындықта сол жерде. Кенет айнала тағы бұзылды. Көшелер иіріп кеткендей. Дыбыстар алыстап кетті. Көзін ашқанда, ол басқа жерде тұрды. Қараңғы кеңсе. Терезеден түскен әлсіз жарық. Үстелде құжаттар. Таныс, қорқынышты. Бұл сол күн. Есік ашылды. Ішке Аслан кірді. Бірақ бұл жолы басқа, жас, үмітке толы, көзі тірі. Сәлеметсіз бе? Деді ол абайлап. Мен жұмысқа қатысты келдім. Ернар қатып қалды. Бұл өткен. Бұл шешім сәті. Аслан орындыққа отырды. Қолында құжаттар. Даусы дірілдейді. Маған бұл жұмыс өте қажет. Отбасым, менің соңғы мүмкіндігім. Әр сөз жүрекке қадалғандай. Ернар өз-өзіне қарады. Қарсысында өзі отыр. Суық, сабырлы. Біз басқа үміткерді таңдадық. Сол сөз. Тағы да Асланның көзі бір сәтке босап кетті. Түсіндім. Ол орнынан тұрды. Жымиюға тырысты. Бірақ ішінде бәрі сынған.
Есіктен шықты. Сол сәтте бәрі өзгерді. Көрініс жылдам алмаса бастады. Шымкент жалғыздық, Қарағанды сәтсіздік, Атырау үміттің сөніп бара жатқаны. Асланның өмірі бөлшектеніп кетті. Ернар айқайлады. Тоқта! Бірақ ештеңе тоқтамады. Көрініс қайта өзгерді. Алдында қазіргі Аслан. Суық, нақ. Енді түсіндің бе? Ернардың көзі жасқа толды. Мен жай ғана шешім қабылдадым. Жоқ, сен тағдырды таңдадың. Үнсіздік, ауыр, бір жоқ, бір өмірді өшірді. Ернар сыбырлады. Мен білмедім. Аслан жақындады. Мен де білмедім. Сенің орныңды алғанда жүрегі шым етті. Демек, бұл тоқтамайды. Аслан басын шайқады. Тоқтайды. Үміт. Бір сәтке. Қалай? Асланның көзі тереңдей түсті. Сен өз орныңды қайтармайынша менікі қайтпайды. Ернар түсінбеді. Не істеуім керек? Үнсіздік. Сосын баяу жауап. Сол күнге қайта бар. Бірақ бұл жолы басқа таңдау жаса. Әлем тағы шайқалды. Ернар көзін жұмды. Ал ең қорқыныштысы, бұл жолы ол бәрін есінде сақтап қалды. Таң бұл жолы ауыр емес еді. Лондон аспаны тұманнан арылып, бозғылт жарықпен жай ғана тыныстап тұрғандай. Ернар көзін ашқанда алғаш рет қорқыныш емес анықтық сезілді. Бұл соңғы мүмкіндік. Сағат. Бұл жолы ол мәнсіз. Өйткені шешім уақытқа емес, таңдауға тәуелді. Ернар көзін жұмды. Сол күн қайтадан әлем баяу сырғып қайта құрылды. Қараңғы кеңсе. Терезеден түскен әлсіз жарық. Үстелде құжаттар. Есікте әлсіз тықыл. Кіріңіз. Есік ашылды. Ішке Аслан кірді. Жас, үмітке толы, әлі сынбаған. Сәлеметсіз бе? Деді ол баяу. Мен жұмысқа қатысты келдім. Ернардың жүрегі баяу соқты. Бұл сәт бәрін шешеді. Ал қарсысында тағы да өзі. Суық, ескі Ернар. Біз басқа үміткерді таңдадық деп айтуға дайын. Бірақ бұл жолы. Тоқта! Дауысы анық шықты. Ескі Ернар тоқтап қалды. Аслан да. Ернар алға шықты. Өзіне қарады. Бұл сөзді айтпа. Сен кімсің? Мен сенің қателігің. Үнсіздік. Аслан екеуіне кезек қарады. Түсінбей. Ернар терең дем алды. Бұл жұмыс. Оған керек. Ескі Ернар қабағын түйді. Ал менше, сен де табасың. Бірақ оның орнын алып емес. Бұл сөз ауада ілініп қалды. Ұзақ үнсіздік. Сосын ескі Ернар баяу артқа шегінді. Жақсы, деді ол ауыр күрсініп. Құжатты Асланға қарай жылжытты. Қош келдіңіз. Асланның көзі үлкейіп кетті. Шынымен бе? Иә. Сол сәтте бәрі өзгерді. Жарық күшейді. Кеңістік кеңейді. Көріністер жылдам өтті. Шымкент үміт. Қарағанды мүмкіндік. Атырау жаңа өмір. Асланның тағдыры қайта жазылды. Ернар артқа шегінді. Денесі жеңілдей бастады. Ол жоғалып бара жатқан жоқ. Ол қайтып келе жатыр. Көзін ашты. Бөлме, тыныштық, айна. Бұл жолы онда өзі тұр. Анық, таныс. Телефон дір етті. Экранда. Ана, балам қайдасың? Даусы жылы. Таныс. Ернардың көзіне жас келді. Үйдемін. Сыртқа шықты. Лондон көшелері тірі. Адамдар өз тіршілігінде. Бірақ бұл жолы олардың арасында ол да бар. Сол сәтте қарсы алдынан біреу өтті. Аслан,
Ол тоқтады. Күлімсіреді. Жай ғана бас изеді. Рахмет, деді көз қарасымен. Ернар да жымиып жауап берді. Бұл жолы ешкім ешкімнің орнын алмады. Өйткені адам өзгенің орнын тартып алғанда ғана емес, сол орынды қайтарғанда да өзгеретінін түсінді.